Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге хит болған озвучка жайлы қалай оны жасаймыз, соны үйрететін боламын. Ол үшін Google-ға кіреміз. Озвучка қазақша деп жазамыз, немесе Исай деп жазсаңыздар да болады, бірақ мен осылай жаздым. Міне бірінші тұрған Исай сайтына кіреміз. Дальше астыға түсеміз. Міне осы жерде менің атым Қожа Болат деп жазылып тұр. Осы жерге сіздер өздеріңіздің қалаған сөздеріңізді жазып аударып алсаңыздар болады. Мен өзіме керек сөз жазып алдым. Келесі get аудионы басамыз. Согласиеға галочканы қойып жалғастыруды басамыз. Енді тыңдайық. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы видеолар көп болады бұйырса. Так, енді бұны қалай сохранить етеміз да? Мен сохранить ете алмадым, шыны керек. Мен деген керек сөзді жазамын да, get аудионы аударып алып, сосын экран записке түсіріп аламын. И потом керек видеома жаңағы видеодағы дауысты алып сала қоямын да. Солай істеп жүрмін. Негізінде компьютермен кірсең, немесе ноутбукпен кірсеңіздер, мына аудионың қасында 3 нүкте тұрады, сол жерде скачать деген болады. Ал телефонмен, тем более менікі iPhone болса да, ешқандай 3 нүкте жоқ, скачать ете алмай ақ қойды. Видео сіздерге ұнаса, ақпарат сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.